Ассалаумағалейкум достар. Мына көлік министрі Марат Қарабаев мырзаның бүгінгі берген сұхбатын қарап өтіңіздер. Они покупают отечественную машину без утилизационного сбора. Это вот второй. Третий. Утилизационный сбор кто платит? Это импортная машина. Это BMW, это Mercedes. Средства, которые получаются, которые поступают от утилизационного сбора, от тех машин, от импортных машин, они направляются на благо также казахстанцев. На закуп сельскохозяйственной техники, на закуп либо же на автокредитование было направлено. Поэтому это абсолютно необходимая мера и считаю, что она нужная мера. А где заводы утилизационные? Это вопрос потом. Нет, давайте ответим. Первый, утилизационный сбор помог, чтобы в страну пришли такие крупные бренды, как Kia, Hyundai и в том числе китайские. Вы хорошо знаете, сейчас мультибрендовый завод по производству китайских автомашин строится в Алмате. А что касается заводов по утилизации, в Караганде функционирует, но в связи с теми нормами, в связи с теми обстоятельствами, что по возврату этих заводов в собственность государства, определенная стагнация в деятельности заводов были. Но, поверьте, эти заводы есть физически. Если сейчас временно не работают, они будут запущены. Дәл осы кісі өткен жылдың желтоқсан айында Қызылорда қаласына халықпен кездесуге келді. Сол кезде дәл осы өтел алыммен алғаш тіркеу жарнасы туралы сұрақты мен сол кездесуде қойған болатынмын. Міне қараңыздар. Ертең ашық кез келген сұрақ қойсаңыздар, мен мынау болады, мынау болмайды, мынау дұрыс емес, кері сұрақ деген әңгіме болмаса, білетінімізді білеміз деп айтамыз, білмейтінімізді әріптестерім көмектеседі демесе, шешетін мәселені қашан шеше алады деген бәрін айтамыз. Ашық сөйлестік. Мен есімім Фархат Жансұлтан, Қызылорданың тұрғыны. Өтел сбор және первичный регистрация туралы. Фархат, онда бастап кеткенімізді айтпадық, біздің тақырып болмасын айтпадық. Өйтіп айтпадық, біз білетін мәселені білеміз дедік, білмейтін мәселе жоқ деп айтамыз дедік. Біздің тақырып емес мәселе, мен ағам қазір көтерді, еңбек министрлігі болған, еңбек министрлігі деп айттым. Сондықтан біздің министрліктің құзыретіне кетпейтін мәселені талқылаймыз деп айтпадым. Және талқылайтын болмаймыз. Осылай деп сол кезде жауап берген болатын. Сол себепті бүгінгі таңда бұл кісінің осы сұраққа жауап беріп, сұхбат беріп жатқанына қарағанда, бұл жеңістің ауылы жақын деген сөз. Бұны жақсылыққа жорайық. Бұл олардың жеңілісі, біздің жеңісіміз деп біз соған жорып жатқан жайымыз бар.